Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз аралас пропорция. Аралас пропорция есеп ішінде бірнеше шаманың бір бөлігі тура пропорционалды, ал екінші бөлігі кері пропорционалды болатын тәуелділік түрі. Яғни бір шама артқанда басқа шаманың бірі артып, бірі кемиді. Мұндай есептерде екі түрлі тәуелділік қатар қолданылады, және оларды шешу үшін көбінесе екі сатыда есептеледі. Мысал, бір жұмысшы бір күнде, қазір бір минут, бір жұмысшы бір күнде 8 сағат жұмыс істеп, 96 орындық жасап шығарады. 16 жұмысшы бір күнде 6 сағат жұмыс істесе, қанша орындық жасайды? Сәйкесінше, қараңыздар, 12 көбейту 8 көбейту 1 ол бізде 96-ны беретін болса, яқта бізде 16 көбейту 1 көбейту 6 тең қаншаны береді, яғни x. 16-ны 6-ға көбейтетін боламыз, сол кезде біз есептің шешімі шығады. Қанша шығады? 16-ны 6-ға көбейтсек 96, я? 6 жердегі 36, яғни 96. 16 жұмысшы 6 сағат, яғни жұмысшы саны көбейгенмен бізде жұмысшыларға берілген уақыт саны азайды да. Бірақ сонда да біздегі жасап шығаратын орындық саны не өсіп кеткен жоқ, не азайып кеткен жоқ. Яғни екеуі бірдей шамада артып, бірдей шамада кемігендіктен бір-бірін жойып жіберді, бастапқы өз орнына қайтып келді. Яғни 96 орындық жасап шығарады. Келесі, 15 жұмысшы 6 сағатта 180 бөлген пісірді, 10 жұмысшы 9 сағатта неше бөлге пісірді. Бұл жердегі пропорционалдық бағанағы есептеріміз бойынша ары қарай жалғастыратын боламыз. 15 x-ті табу үшін біз не істейміз? 180 көбейту 10 көбейту 9, яғни пропорция бойынша көбейтіп бөлеміз 15 көбейтілген 6-ға. Қысқартып жіберейік. Енді 10-ды 5-ке бөлсек 2, 15-ті 5-ке бөлсем 3, 9-ды 3-ке бөлсем 3, 6-ны 2-ке бөлсем 3, 3 пен 3 қысқаратты, сонда бізде бастапқы 180 орнына келеді, сонда қанша бөлге пісіреді екен? 180 бөлге пісіреді. Жаңағыдай ғой, дәл солай жұмысшы саны азайды, бірақ уақытты көп берсе де, екеуі бірдей шамада артып, бірдей шамада кемігендіктен бір-бірін жойып жібереді да, бастапқы 180 бөлгені қайтып пісіріп шығарады. Келесі тақырып біздегі енді масштабқа көшейік. Шынайы заттың, жалпы жердің заттың өлшемін қағазға немесе модельге кішірейтіп немесе үлкейтіп көрсету қатынасы. Масштаб көбінесе бөлшек түрінде жазылады. Мінекей, 1 бөлінген n және де 1-дің n-ге қатынасы. Мұндағы 1 картадағы сызбадағы ұзындық, ал n шын мәніндегі ұзындық. Мысалы есептер, карта масштабы 1 бөлінген 100 мың болса. Бұл дегеніміз картадағы 1 сантиметр жер бетіндегі 100 мың сантиметр, яғни 1 километрге тең. Егер картада екі қала арасы 4 сантиметр болса, онда шынайы қашықтық бізде қанша болады? Яғни қараңыздар, 1 бөлінген 100 мың дедік, я? Егер картада екі қала арасы 4 сантиметр болса, яғни 4-ті біз осы 100 мыңға көбейтеміз, 400 мың сантиметр болады. Километрге айналдыру үшін, сантиметрді метрге айналдыру үшін 2 нөлін қысқартып жіберем, метрді километрге айналдыру үшін 3 нөлін. Яғни сәйкесінше сантиметрді километрге айналдыру үшін 5 нөлді қысқартып жібереді екенбіз. Келесі, енді осыған ұқсас, мысалы есептерді қарастырайық. Карта масштабы 1 бөлінген 100 мың, туры жаңағыдай екен, картада екі елдің мекеннің арақашықтығы 3 сантиметр, нақты жердің арақашықтығы қандай? 3-ті біз 100 мыңға көбейтетін болсақ, бізде қанша болады? 300 мың болады, 300 мың сантиметр. Ал егерде бізге осы метр ретінде жаз дейтін болса, 3000 метр деп айтады екенбіз. Келесі, жобада үйдің ұзындығы 8 сантиметр, ал масштаб 1 бөлінген 100, үйдің нақты ұзындығы қанша метр? 8 сантиметрді 100-ге көбейтсем 800 болады, 800 сантиметр. Енді метрге айналдыру үшін 2 нөлін қысқартып жібереміз, дедік 8 метр. Нақты ұзындығы 120 метр болатын жол макетте 6 сантиметр болып көрсетілді. Масштабты табыңыз, яғни жаңа айтқанымыздай 6 сантиметрді бөлемін. Метрді главный біз өзіне сәйкес сантиметрге айналдыруды ұмытып кетпеуіміз қажет. 1 метрде қанша сантиметр бар? 100 сантиметр бар. 2 нөл артына тіркеймін. Яғни 6-ның 12 мыңға қатынасы, немесе алымында бөлімінде 6-ға бөліп жіберетін болсақ, 1 бөлінген 2 мың. Немесе 1 бөлінген 2 мың. Осы біздегі жаңағы жолдың макеттегі масштабы деп айтсақ болады екен. Төртінші есеп, 1 бөлінген 50 мың картада өзен ұзындығы 7 сантиметр, нақты өзен ұзындығы неше километр? 7 сантиметрді 5-ке көбейтсек 35, артына 4 нөл, 4 нөл тіркесек, сонда бізде 350 мың. Километр
Бізге километрге айналдыру үшін 5 санай өтір қайырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, яғни 3,5 километр. Нақты өзеннің ұзындығы 3,5 километр, ал енді картада біз оны 7 сантиметр қылып көрсеткен екенбіз. Бір модель көлік масштабы 1 бөлінген 20, егер модель ұзындығы 22 болса, көлік нақты ұзындығы 20-ны 22-ге көбейтеміз, сол кезде бізде 440 метрге айналдыру үшін бізде соңғы саннан 2 санай өтір қайырамыз, сонда бізде 4,4 метр болады екен. Келесі енді бекіту тапсырмаларын паузаға қойып өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бір осыған ұқсас есептер. Карта масштабы 1 бөлінген 25.000, картада қашықтық 6,2 сантиметр, нақты қашықтық қанша? 6,2-ні 25.000-ға көбейтетін болсақ, бізде 155.000 шығады екен. Қараңыздар, 155.000. Енді бұл жерде бізге метрге айналдыру керек болса, 2 нөлін қысқартып жіберемін ғой, 2 санай өтір қайырам. 1550 метр жауабы. Келесі жобада мектептің биіктігі 9 сантиметр, масштабы 1 бөлінген 200, нақты биіктік неше метр? 9-ды 200-ге көбейтсек 1800 болады. Метр екен табу үшін 2 санай өтір қайырам, яғни 18 метр екен. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі бекіту тапсырмалары, үшінші есеп, нақты көпір 300 метр, сызбада 5 сантиметр, масштабы қандай? 5 сантиметр бізде алымында, сызбадағы өлшеммен ал бөліміне 300 метрді сантиметрге айналдыру үшін біз 2 нөлді жалғайтын боламыз артына. Яғни 5-ті 30.000-ға бөлеміз. 5-ті 5-ке бөлсек, 1 бөлімінде 30.000-ды 5-ке бөлетін болсақ, 6.000, 1 бөлінген 6.000 немесе бұлай жазсақ та болады. Келесі, ұшақ моделі 30 сантиметр, масштабы 1 бөлінген 50, нақты ұзындығы неше метр дейді. Нақты ұзындығын табу үшін 30 сантиметрді 50-ге көбейтеміз. Бұл кезде бізде 1500 шығады, неше метр? 2 санайға өтір қайырамыз, сонда 15 метр. Келесі, масштабы 1 бөлінген 100.000, картада өзен ұзындығы 12-де 5 сантиметр, нақты ұзындығы неше километр дейді. 12,5-ті қараңыздар, бізден яқта 100.000-ға көбейту үшін яқтағы бір өтірмен 1 нөлді қысқарып жүретін болсақ, сонда біз қанша нөл жалаймыз? 125-тің артына, 1, 2, 3, 4, 4 нөл. Енді километрге айналдыру үшін 5 саннан кейін өтір қайырамыз, сантиметрден 1, 2, 3, 4, 5, 12,5 километр екен. Түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.